Бұл оқиға кеңес заманында болған. Ғылым академиясының қарапайым санаторийі. Ортан қол қызметкерлермен толтырылған. Процедура, серуен, өсек. Қысқасы әбден зерігу. Бір күні сыбыс шығады. Академик келе жатыр. Бұл оқиға. Белгіленген күні қызық іздегендер шынымен машинаның келгенін, ішінен шашын ақшалған солидный ер адамның түскенін көреді. Келбетті. Соңынан қарапайым, көзге ілікпейтін егде тартқан әйел еріп түседі. Жұбайы. Олар санаторийде емделіп демала бастайды. Атақтының әйелі күйеуінің айналасында жағдайын жасап күйбелеңдеп жүреді. Қамқоршы. Анау оның қамқорлығын шаршаған ықыласпен қабылдайды. Асханада оларды келбетті, жастау келіншекпен бірге отырғызады. Келіншек бірнеше күн жағдайды зерттеп бағалайды. Бағалады. Енді шабуылға шығады. Академик, бұл үлкен шанс қой. Оның үстіне мынадай кемпір оның жанында не үшін керек? Жайлап ақылды және айлакер келіншек роман бастайды. Бірге серуендеп, бірге аулада отырып демалып. Қысқасы әзілге жанаспайтын махаббат байлана бастайды. Бәрі түсінікті болған кезде, әйелі шыдамай барып жаулап алған келіншекпен мәселені шешуге кіріседі. Жанына жақындады да өте сыпайы түрде сұрады. Айтыңызшы, менің күйеуім сізге не үшін керек? Жауабы махаббат жайлы біршама сақырлаған сөздер, бостандық, тағдыр, тағы сол сияқты бірдеңелер болды. Қартаң әйел берілмеді. Сіз білесіз ба? Ол өте аурушаң адам. Оған үздіксіз күтім керек. Сонымен қоса ол қатаң диетаны сақтауы керек. Бұның бәріне кез келген әйел шыдай алмайды. Келіншек күледі. Академиктің айлығына керемет ақылы күтім ұйымдастыруға болады ғой. Қиналып бұндай тозып таусылған жанға айналып кету міндет емес екенін қалай түсінбейді. Қартаң әйел арсыз келіншекті түсінбей біраз қарап тұрады да. Түсінем, бірақ мәселе мынада. Академик ол мен дейді. Қазақша каналды қолдап тіркеліп кетіңіз. Рахмет.